Ассалаумағалейкум көрермен қауым, бүгінгі видеоролигіміз осының алдында ғана шыққан жұлдызшадан үшбұрышқа контакторлердің көмегімен ауыстыру видеоролигіміздің жалғасы болып табылады. Бірақ бұл видеоролигімізде сол схеманы, яғни звезда треугольник, яғни жұлдызша үшбұрышты реверс айландыру болып табылады. Яғни оңға немесе солға айландыру схемасы болып табылады. Сондағысы бұл жерде өзгерісі бір контактор қосылады және де секіртпелер қолданылады. Дайындап қойдым. Бір контактор 50 герц, яғни 220 вольтпен істейтін катушкасы. Дәл жаңағы үшеуі сияқты. Және де екі батырма, яғни екі кнопка керек. Соның жаңа айтқандай жалғайтын кабельдеріміз керек. Дайындап қойдым алдын ала. Енді бұндағы сонда анау айтқандай өзгеріс жоқ негізі. Мынау схемада енді мына екеуі температуралық қорғаныс, яғни термореле деп жатады. Біз оны өкінішке орай қолданған жоқпыз. Негізі оны қолданғанда да, қолданбағанда да анау айтқандай мағынасы өзгермейді. Бұл тек қана қорғаныс мақсатында, электр қозғалтқышымызды күйіп кетуден сақтау мақсатында қойылған. Бұл жерде сондағысы бір контактор қойылады. Мынаны қоямыз, Құдай қаласа. Сосын жаңағы перемичкаларын схема бойынша жалғаймыз. Бұндағысы осы контакторымыз екеуі арқылы, осы екі контактор арқылы біз екі фаздың орнын ауыстыру болып табылады. Яғни, мысалы АБС деген, L1, L2, L3 болып тұр ғой. Кез келген екеуінің орнын ауыстырсақ, біздің электр қозғалтқышымыз кері бағытта айнала бастайды. Мысалы, оңға айланып жатса, екеуінің орнын ауыстырсақ, мысалы, мына екі кабеліміздің O мен С немесе А мен С-ның орнын ауыстырсақ, моторымыз кері бағытта айнала бастайды. Сондағысы сол ғана, ешқандай қиындығы жоқ. Мынау тұрған жаңағы схемасы, мынау тұрған жаңағы сурет күйінше түсіріп алған. Түсінікті болу мақсатында ғой енді. Мынау тұр міне. Мына екі контактордың көмегімен реверс жүзеге асады. Және де осыларды қолдана отырып тағы да жұлдызшадан үшбұрышқа ауысады. Мынау тұрған жаңағы температуралық релейінің схемасы. Схемадағы сұлбасы. Электр қозғалтқышымыз. Мынау тұрған управление, яғни басқару схемасы. Осы контакторлеріміздің жаңа клеммаларын осылайша түсірген. 4 контактордың катушкасы. Бұл жерде енді былай айтқан кезде ручной істелінген, уақыт релесі қойылмаған. Мынау алдындағы схемамыз ғой. Бұл жерде реверс жоқ. Алдыңғы видеороликте. Бұл жерде уақыт релесі қойылғанда мынау тұрған катод деген. Мына жерде ондай қойылмаған. Былай айтқан кезде ручной ғой. Соның орнына қазір біз өзіміздің уақыт, яғни реле временеміз тұрады. Сол күйінше біз тек қана екі кнопканы оңға солға деген екі кнопканы қоямыз. Екі батырманы. Жаңағы біз алдында тумблермен өшіріп қосып жүрдік қой. Қазір көрсетемін оны. Сол мына жерде тұрады, яғни өшіріп қосуға арналатын болады ол. Стоп және пуск. Бірақ оны қосқаннан кейін барып, міндетті түрде екі кнопканың біреуін басуымыз керек болады. Оңға немесе солға. Және де мына екі К2, К1 деген контакторлеріміздің, К1, К2 деген контакторлеріміздің өзінің дополнительный контакторларын қолданған бұл жерде. Мысалы қарасаңыздар, бұл контакторда екі қосымша өзімізге қажетті болу мақсатында әдейі зауытта солай істелінген Siemens-тің. Нормальный открытие, нормальный закрытие. Мынау екеуі ажыратылған контакты, егер өшіп тұрған кезде контакторымыз, ал мына екеуі өшіп тұрған кезінде тұйықталып тұратын контакты. Егер мынау контакторымыз қосылатын болса, екеуінің жағдайы қарама-қайшы ығысатын болады, яғни ауысады. Мынауымыз тұйықталады тізбек, ал мынауымыз тізбек ажыратылады. Осы екі контакторымыздың осы контактілерін пайдалана отырып, бұлар самопат қылады, яғни өз-өзін ұстап қалуды істеген, және де блокировка істеген. Яғни біреуі қосылған кезде, мысалы оңға басылып тұрған кезде, оңға деп есептейік мына контакторымызды. Солға деген кнопканы бассақ, ол басылмайды. Өйткені осы контакторымыздың жаңағы қосымша контактілері арқылы қорғаныс, былай айтқан кезде схемасы қолданылған. Әйтпесе, егер де басылатын болған кезде қысқа тұйықталу болып, жаңағы бірінші мынау контакторымыздың күштік контактілері жабысып қалуы мүмкін, яғни істен шығуы мүмкін, немесе жаңағы электр қозғалтқышымыз күйіп кетуі де әбден мүмкін. Неше түрлі жағдай болады.
Сондықтан да осылайша схемада қолданылған. Міне қарап отырсаңыздар, бір фаз келеді жаңағы тумблеріміз арқылы. Оны қосуға да болады, өшіруге де болады, яғни. Сонан соң барып, мысалы, оңға, солға мысалға ше. Мынаны басқан кезде фазымыз былай өтеді. К2 деген контакторымыздың қосымша, қараңыздар. Мынаны басты К2 деген контакторымыздың қосымша NC деген контактісіне өткен, қараңыздар. NC дегеніміз контакторымыз өшіп тұрған кезде, К2 деген контакторымыз өшіп тұрған кезде, бұл тұйықталып тұратын контакты. Осы арқылы фазымыз өтеді. Басқан кезде фазымыз өтеді де, ары қарай бұл қосылмай ма? К1 дегеніміз қосылмай ма? Бұл сөге тұра береді. Қасында тағы бір контактор тұрмай ма қасында? Қазір біреуіне кеп қоя салайық, түсінікті болу үшін. Міне, мынау енді катушкасы 24 вольттық. Бұл да Siemens-тің контакторы, бірақ түсіндіруге бола береді. Мына қараңыздар, басынан айтайын енді. Міне, тумблерді қостық, бірақ әлі электр қозғалтқышымыз әлі іске қосылған жоқ, өйткені екі кнопканың біреуін басу керек, оңға немесе солға. Мысалға, мынаны бастық деп есептейік. Мынаны бастық. Одан фаза өтті. Ол К2 деген контакторымыздың нормально закрытий NC деген контактістен өтті. Мына жақтан кіріп, мына жақтан шықты мысалға. Ол ары қарай барады да, қараңыздар. Барады да К1 деген К1-іміз мынау болсын. К1-іміздің мына тұрған А1 деген контактісіне, катушкасына кіреді. Ал бұл А1-ге тағы да осы К1-іміздің NO, яғни нормальный открытий контактісі тұр, мынау тұрған. Яғни контакторымыз іске қосылмай тұрған кезде ажырап тұратын, ал керісінше іске қосылғанда тізбек тұйықталатын контактісіне бір ұшына қараңыздар. Жаңа тумблерден келетін фазаны беріп қоямыз. Мысалға, тумблерден келді, соны бір фазаны мынаған кіргізіп қоямыз. Ал осы екінші ұшын кабель арқылы жалғап әкеліп, оны апарып, айландырып әкеп, мынау тұрған жаңағы өзінің катушкасына кіргізіп қоямыз. Яғни самопат болады. Осы арқылы біз өз-өзін ұстап қалу схемасын құрамыз, былай айтқан кезде. Басып қалдық, өз-өзін ұстап қалды. Енді егерде бір қандай да бір білмейтін адам келіп, мысалы оңға айналып жатыр, мынаны басқан кезде, солға айландырам деп мынаны басса, бұл уже істемейді. Не үшін? Өйткені бұл да солайша істелген. Бұны қарасаңыздар, тумблерден өткен фазаны екінші кнопкаға берген. Мысалы, мынауымыз бірінші кнопка деп есептейік, мынау екінші кнопка. Оңға, мынау солға деп есептейік, примерно да. Осыны басып қалды, бірақ істемей. Не үшін? Өйткені қараңыздар схеманы. Бұдан шыққан фаза бұлай басқан кезде бұлай өтеді. Ал бұл енді қараңыздар, бұл К1 деген контакторымыздың нормально закрытий, яғни өшіп тұрған кезде тұйықталып тұратын контакт арқылы жіберген. Ал бұл қосылып тұр, жаңағындай оңға айналып жатыр электр қозғалтқышымыз. Яғни қосылған кезде ол тізбек ажырап тұрады да, жаңағы кнопкамызды қанша бассақ та, бұдан өтетін фазамыз мынау арқылы өте алмайды. Сондықтан да мына контакторымызды бұл ешқандай жағдайда да қоса алмайды. Түсініп отырған шығарсыздар деп ойлаймын. Тек қана мынаны өшірген кезде ғана, К1 деген контакторымызды өшірген кезде ғана біз мынаны басу арқылы электр қозғалтқышымызды солға айландыруға мүмкіндік береді. Оны өшіру үшін жаңағы тумблерімізді кері қарай бағытта бұрауымыз керекпіз, яғни өшіруіміз керекпіз. Сосын мына электр қозғалтқышымыздың айналуы, былай айтқан кезде балы, роторымыз тоқтау керек. Тоқтамастан моментально басып берсек, өте үлкен нагрузка болады. Балға да, яғни оған қосылып тұрған механизм болсын, электр тізбегіне де, контакторларымызға барлығына кері әсерін тигізеді. Сондықтан да сабырлық танытып, кішкене күту керек тоқтағанын. Сосын ғана барып қосуымыз керек кері бағытта. 5 минутта ешқандай біз былай айтқан кезде нәтиже көрсете алмаймыз. Кішкене сабыр сақтасақ, керісінше өмірі ұзақ болады біздің құрылғыларымыздың. Қазір енді осының барлығын жалғап, іс жүзінде көрсетейін. Мына жаңағы бірінші видеороликтегі схемамыз әлі тұр. Қазір мынау төртінші контакторды жанына қосам, дейінірекеге отырдым, бақара запас бар. Былай жылжытамда, мынаны қойып, мынау
секіртпелерін жалғап управлениесінде кішкене өзгертулер енгізіп, мынау оңға солға деген кнопкаларымызды схемаға қосамыз. Сосын барып іс жүзінде қосып көрсетіп тағы бір түсіндіріп өтетін боламын. Мына көрермен қауым, барлығын схемадағыдай жинап қойдық. Қазір тағы бір түсіндіріп өтейін. Мына екі контактор арқылы біз реверс схемасын құрдық. Схемасын қарапайым өте. Реверс, яғни оңға солға электр қозғалтқышын қозғау схемасы. Бұл схемада менің өзім каналымда бар, жеке видео. Түсінбесеңіздер жақсылап көріп алсаңыздар болады. Сол кезде кішкене түсінікті болады. Міне жаңа схеманың тағы бір түсіндіріп өтейін. Мынау кнопка немесе тумблер мысалға. Міне тумблер тұр. Оған через автомат кеп тұр. Міне. Осы тумблерді қосқаннан кейін, қараңыздар. Екі кнопкаға перемешке берілген. Міне. Екі кнопкамызды әдейі скотчпен жабыстырып қойдым бірге, ойнақтамас үшін. Және де, қараңыздар, осы тумблерден шыққан фазаға тағы бір перемешке бердім де, мына қара кабельді. Оны апарып, мынау тұрған екі контакторымыздың нормально открытий контактілеріне прямо жалғап қойдым перемешке арқылы. Қоңыр кабель тұр ғой. Мынаяқтан келеді де қоңыр кабельмен екіншісіне барады. Нормально открытий контактілер. Үш. Міне. Егер қосатын болса, оны жоғары жақта үштен шығады. Екі жағында. Мына қараңыздар, бұл схемада бұлай тұр. Міне. Қазір ручка кеп түсіндіріп салайын. Міне, ручка алып келдім. Мына схемаға қараңыз. Мына тумблерден екі кнопка берілген. Және қара кабель барғанда екі контакторымыздың нормально открытий ашық тұрған контактілерін жалған. Ол мынау тұр міне. Екі перемешке нормально NO дейді. Normal open деген екі контакттың бір шеттеріне кеп тұр. Міне. Де байланып. Және де екі кнопканың бір шетіне перемешке беріліп тұр. Дұрыс па? Сонан соң, мысалы, мынау тұрған кнопка деп есептейік. Осыдан бір кабель шығады. Басқан кезде фаза өтеді, яғни наданда бір кабель шығады. Солға мынау оңға деп есептейді, примерно. Әрқайсысына бір кабель тартып келгенбіз. Мысалға мынаны айтайын. Бұдан кеткен фазамыз, сигнальный фазамыз барады да. Мынау тұрған К2 деген контакторымыздың нормально закрытий. Яғни тізбек бұл контакторымыз өшіп тұрған сәтінде тізбек тұйықталып тұратын контактіне жалғанған. Мына қараңыздар. Мысалы, мынаны айтып тұр, мына кнопканы. Бұл К2 деген контакторымыздың нормальный NC, normal clock деген контактісіне жалғанып, одан ары қарай шығып, К1 деген контакторымыздың катушкасына барып тұр. Мына қараңыздар. Бұдан шығып, перемешке немесе секіртпе арқылы К1 деген контакторымыздың А1 деген катушкасының контактісіне жалғанып тұр. 220 вольт. Мына 230 вольт деп жазып қойған, өзі 220 вольттық контакторлар барлығы, катушкалар. Ал бұлардың А2-леріне барлығына перемешке берілген, яғни секіртпе берілген. Қара болған екен түсініксіз болып тұр да, бірақ барлығына осылай қара кабельмен перемешке тікелей, прямой берілген. Уақыт релесінен бастап 4 контакторымызға да. Яғни тікелей кеп тұр. Міне, яғни мынау К1 деген контакторымыздың катушкасына келіп тұр да, катушкасына. Және де енді қараңыздан бастық делік. Басқан кезде фаза өтеді да, бұлай барып К2 деген контакторымыздың нормально закрытий контактісінен дальше өтіп, арғайынау секіртпе арқылы бұлай айланып барып, мынау тұрған К1 деген контакторымызды қосады. Сол кезде ішке тартылады, жұмыс барысында. Қосылған кезде бұдағы нормально открытый контактымыз нормально закрытый контактыға айналады да, ал керісінше нормально закрытый тізбек тұйықталып тұрған контактымыз тізбегі ажырайды. Яғни жағдайы қарама-қайшы өзгереді. Сол кезде біз жаңа айтқанымыздай кнопкадан шыққан фазаға тағы бір қара кабель жалғап, екі контакторымыздың нормально открытый контактілеріне перемешке беріп қойым дедім, қоңыр кабельмен.
оған қара кабель келіп тұр мына кнопка арқылы. Ол мынау тұр жаңа айтқандай. Бүйтіп тұр мына доға тәріздес. Нормальный открытие контактілерінің бұрыштарына келіп тұр. Екі контакторымыздың де. Яғни мынау қосылған кезде ашылып тұрған контактымыз жабылып, содан тікелей келіп тұрған пазымыз өтіп, ары қарай мынау секірт арқылы, яғни перемешка арқылы өзінің А1 деген катушкасының контактіне барады да өз-өзін ұстап қалады, жіберместен. Егер кнопканы жібергеннің өзінде бұл өшпестен өз-өзін самопат қылады деген схема. Қарапайым реверс өз-өзін ұстап қалады. И сосын барып мынаны басатын болсақ, случайно қателесіп, бұл уже істемейді. Не себепті? Өйткен себебі мынау қосылу үшін бұған мысалынан бастық делік, сол кезде бұдан фаза өтеді, әңгіме жоқ. Барады да ол мынау тұрған жаңағы қосылып тұрған К1 деген контакторымыздың нормальный закрытый контактісіне жалғанып тұреді бұл. Ал бұл қосылған кезде жағдай өзгеріп, бұл нормальный открытый контактіге айналады табан астында. Яғни біздің кеп тұрған пазымыз ары қарай жоғары қарай шығамайды. Сол себепті де К2 деген контакторымыз ешқандай жағдайда да қосыла алмайды. Ол бір жағдайда ғана қосылуы мүмкін. Егер де мынау контакторымыздың контактілері, күштік контактілері жабысып қалатын болса, сол кезде ғана бұл қосыла алады. Ол кезде қысқа тұйықталу болып, мына жақта автоматымызды лақтырады. Түсінікті болды ма? Міне мынау да сондай. Егер мынау бәрін өшірдік, түнбілеуді өшкен кезде бүкіл контактор өшеді. Қайттан қосып, жаңа солға айландырып еге, енді оңға айландырып деп оңды бастық. Бас кеп жерік, бұл барды да фазамыздың келген сигналымыз К1 деген контакторымыздың нормально закрытие контактісін өтеді. Өйткені бұл өшіп тұр. Өтіп, жоғарғысында жалынған секіртпе арқылы айланып барып, К2-нің катушкасына А1 деген контактісіне барады. Сөйтеді де бұны қосады. Бұл қосылған сәтінде бұның нормально открытый контактісіне перемешка арқылы түнбілердің шығысынан кеп тұрған пазамыз кеп тұреді. Ол пазамыз жоғарға өтеді да, бұл да секіртпе арқылы өзінің А1-ын қоректендіреді. Яғни өз-өзін ұстап қалады. Бұл да самопат қуат болады. Өз-өзін ұстайды да қалады, бітті сонымен. Сонан соң шатасып тағы да солға басам деп басып қалсаңыз, бұл да уже К1-іміз қосылмайды. Өйткен себебі жаңа айтқанымдай, бұда да сондай защита от тока істелген блок контакт арқылы. Бұл уже не үшін қосылмайды? Өйткен себебі басылған кезде К2-де солға айландыратын кнопкамыздан кеп тұрған фазамыз былай қарай өте алмайды. Өткен себебі нормальный закрытый контактымыз, мынау контакторымыз қосылған кезде нормальный открытый контактіге айналады да, біздің кеп тұрған фазамызды ары қарай өткізбейді. Яғни мүмкіндік бермейді. Сол себепті де біз К1-де ешқандай жағдайда қоса алмаймыз. Тек қана егерде мынау К2 деген контакторымыз қандай да бір жағдаймен ескіріп па, істен шығып, бір-біріне жабысып қалған жағдайда ғана қосылу мүмкін бұл. Сол кезде авария болып, автомат лақтырады ол кезде. Басқа вариант жоқ. Міне, осылай ғана реверс. Ал ары қарай енді бұрынғы жаңағы звезда треугольник схемамыз кішкене өзгерістер енді сәл-пәл әшейін. Бұдағы мынау сондағысы уақыт релесіне, реле времениге келетін фазымыз мынау перемешка арқылы алады қазір. Көрсетейін. Түсінікті болу үшін. Вот так. Бұлай қоя салайын. Екеуінде. Міне. Мына ортаңғы контактісіне жалғай салдым. Ортаңғы. Кезілген біреуіне жалғасақ болады. Ешқандай айырмашылық жоқ. Өйткені бұл 220 вольтпен істейді. Сол себепті де бұған 0 постоянно кеп тұр. Бұған кезілген 3 фаздың біреуін жалғасақ, бұл жұмысын істей бастайды. Жұмысын жалғастыра бастайды. Міне, ортасына жалғай салдым. Наугат ала салдым. Кезілген үшеуінің кезілген біреуін жалғасақ та бұл істей береді. Өйткені бұл 220 вольтпен істейді, жаңа айтқандай. 0 келіп тұр, тек қана бір фаз жетіспей тұр да бұған. Кезілген біреуіне фаз барса, бұл істей береді. Міне. Дәл схемадағыдай перемешкаларды бердім. Сондағысы разницасы берді. Мына екі жердегі төбесіндегі 3 фазамыз екі контакторымыздың жоғары жағына да бірдей кірген. ABS бірсі бетте яғни. Бұл жерде өзгерген жағы астыңғы жағы қараңыздар. Бірақ ортасы бірдей. BS бірдей жалынған екеуінен де шыққан шығыстарына. Ал А мен нақты тұрған
С екеуі бірге жалынған, яғни орындар ауысқан. Мына жақтан шығатын А-ны апарғанда К2 деген контакторымыздың С-сына жалған, ал мына жақтан шығатын К1-ден шығатын С-ны апарғанда К2-ден шығатын А-ға жалғап қойған. Яғни екі фазаның орны ғана ауысқан, ортасындағы В деген фазамыздың орны ауыспай сол күйі тұр. Және де одан ары қарай алып кеткенде алып апарып К3 деген контакторымыздың төбесіне перемешкі берілген. Міне тұр, міне. Жаңа схемадағыдай ол үшін. Міне перемешкі. Олар мына отыр, міне. Қара болған екен, қазір түсіндіргенмен бәрі түсінбейсіздер. Ортасындағы кабеліміз прямой барған, ешқандай айырма өзгеріссіз. Ал екі шетіндегісі өзгерген. А-ға С-ны жалған, міне. В-ға, С-ға апарғанда А-ға жалғап қойған, короче. Яғни екі жағы айырмашылығы бар, сондақсы екі фазаға ауысқан. Ортасындағысы сол күйінше ауыспай, сол күйінше қалған. Ал мына жағы сол баяғы жұлдызша үшбұрыштың схемасы болып қала береді. Сақтандыру схемасы да, мынау управление басқару схемасы да, яғни мынау қосылғанда мынау қосылмайтын қылып, және де мынау қосылғанда мынау қосылмайтын қылып, сол блок контактор арқылы защита от дурака істелінген. Ол еш өзгеріссіз, оны бірінші видеороликтен көріп алсаңыздар болады. Оған ешқандай тиген жоқпыз, тек қана бізге қосқан бір контакторымыз және де берілген перемешкаларымыз. Және де одан шыққан перемешкаларды айландырып әкеліп, мынау контакторымыздың, яғни К3 деген контакторымыздың жоғары жағына бергенбіз. Және де ортасындағы жаңағы бір фазамызға перемешкі беріп, оны апарғанымызда уақыт релесіне, яғни реле временемізге жалғағанбыз. А1 деген жұмыс істеу үшін қажетті қорек алатын контактісіне жалғап қойғанбыз. Бар жоғы осы. Енді қазір бұны іс жүзінде қосып көрсетейік. Қазір енді дұрыс көрінбеуі мүмкін. Екі мәрте қосып көрсетем. Міне автомат қостым. Түнбілерді қайттан өшірмін. Енді қайттан қосам. Қостым, дұрыс ба? Кез келген біреуін басам. Солға дей салайық, мысалға. Басам. Ауысады. Ауысты. Жұлдызшадан үшбұрышқа, яғни звезда треугольник. Өшімнен басам қазір. Әсер етпейді. Ешқандай. Өшірем. Жаттап алыңыздар қай жаққа айналып жатқан. Былай айналып жатыр ма, дұрыс па? Ал енді жаңа мынаны басқан ек. Енді қазір мынаны басамыз. Міндетті түрде мынаны қоспасақ, мынаны басамаймыз, жаңа айтқандай. Өйткені блок контактілер арқылы қорғаныс жасалған. Блокировка істелген, былай айтқан кезде. Защита от дурака дейді, осы айтқанда. Енді қостым, енді мынаны басам. Жаңа былай айналған еді, естеріңізде болса. Енді былай айналу керек есеп бойынша. Мынаны басам. Үшбұрышқа ауысады. Ауысты. Өшірем. Жаңа былай айналған еді, енді былай айналып жатыр. Дұрыс па? Яғни біз бұл схема бойынша жұлдызша үшбұрышты және де оңға солғаны жүзеге асырып отырмыз. Тағы қосып көрсетейін. Міне. Түнбілерді бұраймыз. Енді контакторлардың төбесінен көрсетейін. Моторды түсінікті болды ғой. Оңға солға айналып отқан. Бір кнопканы басамын. Солға дейік мысалға. Мынау қосылды. Қазір мынау қосады. Мынау өшті. Өшірем. Енді мынаны басам. Мотор тоқтаған күту керек міндетті түрде. Моторға зиян және де оған қосылып тұрған механизм болса, оған да зиян болады, және контакторлерге жалпы барлығына пайдасы жоқ, оның зияны. Тек қана. Түнбілер қостым, питание келді, енді команда күтіп тұр бұл. Басам. Енді мынау қосылу керек. Қосылды. Мынау өшетті, мынау қосылды. Тағы да.
тоқтауын күтпесек те болады, өйткені сол бағытқа қарай бас салам. Тағы бір көрсете салайын. Лайын алып тұр. Дүмбілерді қосам. Тоқтасын, тоқтағанын күтем. Енді мынаны басам. Звезда треугольник алыста. Өшірейін. Бұлайын алып жатыр. Бұлайын алған. Енді қайттан басам. Так. Осында. Өшірейін. Енді бар жоқ осы ғана. Наборден алып отыр. Міне енді түсінген шығар деген ниеттемін. Түсінбесеңіздер сұрақтарыңызды қойыңыздар ұялмастан, және де каналға тіркеліп, таныс тамырларыңызға, соның үшін электриктер болса, осындай схемалар түсінбей жүрген, соларға жіберулеріңізді сұранамыз. Каналды қолдап, лайктарыңызды басып, комментарияңызды жазып жүре беріңіздер. Ендеше аман сау болыңыздар.